Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге құрамына ас содасы салынбайтын құймақтарды бірге әзірлейтін боламыз. Бір жасағаннан-ақ құймағыңыз осындай жұп-жұқа әрі жыртылмайтын болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Құймақтарды дұрыс жасау әдісін сіздермен бөлісетін боламын. Ең алдымен бос таза ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз. 2 шымшым тұз бен 3 ас қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Қант пен жұмыртқа араласып болған соң, 1 стакан ұнды електен өткізіп саламыз. Стаканның көлемі менде 200 мл. Ұнды осылай електен өткізіп отырып қозғаймыз. Ұнның барлығын електен өткізіп болған соң, құймақтың қамырын аздап араластырып, бөлме температурасында тұрған 1 стакан сүттің жартысын құйып араластырамыз. Ұнның түйіршіктері кетіп, толықтай араласып болған соң, сүттің қалған бөлігін құямыз. Ұн мен сүт өлшенген стаканға 1 стакан ыстық қайнаған суды құйып, оны да өлшеп аламыз. Содан соң сол ыстық суды қамырға 2 бөліп құйып араластырамыз. Қамырға ыстық суды құйғанда міндетті түрде бірден араластыру керек. Қамыр ыстық күйінде 3 ас қасық өсімдік майын құйып араластырамыз. Біздің қамырымыз да дайын, енді оны үстелдің бетінде суығанша 15-20 минутқа қалдырамыз. Қамыр міндетті түрде бөлме температурасында суы керек. 15 минут өткен соң, осындай асты жабыспайтын кез келген сковородканы алып, түбін майлап, плитаға қойып қыздырамыз. Қамырды ожаумен бірнеше рет араластырып, қызып тұрған сковородкаға жарты ожау сұйық қамырды құямыз. Қамырдың шеті осылай қызарып сарғая бастағанда, келесі жағына аударып пісіреміз. Осылайша құймақтың екі жағында пісіріп аламыз. Құймақтың қамырын міндетті түрде ожаумен сапырып, араластырып отыру керек. Сонда құймақтарыңыз ас содасы қосылмаса да, осындай тесік болып пісетін болады. Осылайша барлық құймақтарды пісіріп аламыз. Достар, егер сіздерге бүгінгі рецепт ұнаған болса, лайк басып, парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де құймақты дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, немесе басқа да рецепттерімен пісіру әдіс-тәсілдерін білсеңіздер, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.